Баршаңызға қайырлы кеш, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін өте дәмді, бюджетный, құрамына ешқандай да сливки, яғни клейге қосуды қажет етпейтін ерекше торт дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға алдын ала електен өткізілген ұнымызды саламыз, қопсытқышымызды саламыз, яғни разрыхитель. Жақсылап тұрып қасығымыздың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Егер сары майларыңыз қатып тұрған болса, үкіштің көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Менде жұмсақ болғандықтан осылайна міне қолымның көмегімен ұнтақ жасап шықтым. Осындай ұнтақ пайда болу керек. Ортаңғы жақ бөлігін ашып, қаймақ және де жұмыртқаның сарысын ғана қосамыз. Ақуызын бөлек алып қоямыз. Енді осы барлық қоспамызды араластырып, қамыр илейміз. Бізде жұмсақ қамыр шығуы керек. Міне менде осындай қамыр пайда болды, жұмсақ. Енді осы қамырымды мен қазір бірдей теңге 3 бөлікке бөлетін боламын. Осылайна міне пышақпен көз мөлшермен бөліп, осылай өлшеп алсаңыздар болады. Әр қамырым шамамен 250-260 граммдай шықты. Енді осылайна жұқарақ қылып жайып аламыз. Енді салфан пакетикке салып, мұздатқышқа кем дегенде 1 сағатқа қатырып қойып қоямыз. Біздің қамырымыз мұздатқышта тұрғанша кремінді жасауға кірісеміз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған сары май және де сгущенка, яғни қойылтылған сүтті қосып, жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Мен қойылтылған сүттің Три желания немесе Деповский фирмасының қолданамын. Солар жақсы сгущенкалар. Мен жақсылап тұрып миксерлеп аласыздар. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді безе жасауға кірісеміз. Ол үшін жұмыртқамыздың ақуызын, лимон қышқылын және де қант ұнтағы, яғни сахарный пудрамызды салып аламыз. Егер қант ұнтағы болмаған жағдайда қант салсаңыздар да болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді осы қоспамыздың барлығын жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Біз миксерлеген кезде, миксерлеген сайын біздің ақуызымыздың көпіріп көлемнің ұлғая бастағандығын байқауға болады. Міне өздеріңіз байқап тұрғандай. Және бізде массамыз осындай қою, миксеріміздің ұшына түспейді, осылайна сілкіген кезде түспейтіндей күйге жеткенге дейін миксерлеп аласыздар. Енді біз духовкамыздың өзінің листін жайып аламыз. Пергамент қағазын астына міндетті түрде төсеңіздер. Енді қатып тұрған қамырымызды осылай үкіштің көмегінен өткізіп аламыз. Шетін барын осылай қолымызбен жинақтап дөңгелек форма жасайсыздар. Енді бізге қазір кольцо қажет болады. Кольцоны осылай шетінен ақырын бастап қоясыздар. Және де формасын келтіріп қысып аламыз кольцомызды. Менде барлық торттарымыздың формасының диаметрі 20 см болды. Осылай тегістеп шығамыз. Енді алдын ала дайындап алған ақуызымызды осылайнан кондитерлік қапқа салып, насаткамен осылайна жасап шығамыз. Егер насатка болмаған жағдайда қасықпен ақуызымызды қойып, үстін жағып шықсаңыздар да болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді грек жаңғағын ұнтақтап аламыз. Үстіне осылайна аздап сеуесіздер. Сеуіп болғаннан кейін біз алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-27 минут шамасында пісіріп аламыз. Духовкаңыздың қуатына байланысты пісіресіздер. Тура осылайнан барлық 3 тортымыздың қабатын жасап аламыз. Тура осылайнан менде 3-еуі де дайын болды. Қазір сіздерге көрсетіп өтейін. Міне осындай болғанға дейін пісіріп алсаңыздар жеткілікті. Барлығын сәл салқындатып аламыз. Одан кейін тортымызды жинауға кірісеміз. Ең астыңғы бөлігіне бірінші қабатын қоямыз. Одан кейін дайындап алған алдын ала кремімізді кондитерлік қапқа салып, міне осылайнан өтіп шығасыздар. Егер кондитерлік қап болмаған жағдайда, қарапайым үйдегі салфан пакетті салып, ұшын кесіп қойсаңыздар болады. Тура осылайнан міне барлық қабаттарын орналастырып шығамыз. Ең үстіне үшіншісін қойдық. Қазір бұның да үстіне кремімізді жағып шығамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл торт өте оңай жасалады. Ең бастысы құрамындағы қажеттіліктердің барлығын үйден табуға болады. Яғни бізде бюджетный торт. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.